Клубникаларды ең бірінші кішкентайдан еккен кезде көп нелерін жұлып тастау керек екен, гүлдерін. Мысалға мынау жапырақтар аз ғой, көп гүл болып кетсе, нагрузка болып кетеді екен де, ұсақ-ұсақ болып қалады. Қазір мына дрожжды берейін деп жатырмын, көбісі береді екен. Осы дрожждан 4 ас қасық бұрынғы нелерге де бердім, помидорларға. 4 ас қасығын жылы суға салып, шекермен араластырып, сосын мынау көпіріп дрожж жұмыс жасаған кезде, соны 200 миллиграмын 10 литр шелекке құйып, сонымен жапыраққа пшик етіп шығуға да болады, шашып, болмаса түбіне жарты литрден құюға да болады. Дрожжды берген кезде дрожж калий мен кальцийді жеп қояды екен жердегі. Монофосфат калийді суға бір қасығын бір шелек суға араластырып жіберуге болады. Болмаса бір ас қасықтан ағаштың күлін сеуіп шығуға болады. Әрбір клубниканың да, огурцидың да, помидордың да түбіне. Ағаштың күлі керек бәріне. Мына бор йод марганецті берген кезде бір стакан ағаштың күлін салып жіберуге болады, бір шелек суға, болмаса бір ас қасық монофосфат калий. Дрожж салған су көпіріп жұмыс жасап жатыр. Соны қазір 200 миллиграмын 10 литр шелектің суына араластырып, осыған құйып шығамыз түбіне. Әр түпке жарты литрден.